бар ғой, мен жерде ойлап үйде отырмын ғой, бала шағам қасасын. Қызылорда қаласында қоғамдық орында боқтағаны үшін алғашқы айыппұл егер анықталды. Аталған азаматша өзінің күйеуін жалпылай алғанда 15 мәрте боқтап, 1,35 миллион теңге айыппұл төлеуге міндеттелді. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен негіз торговый представителін. Магазиндерге оптым бағамен заттар тасимыз. Султанай деген тоғымен доғырға отырғамыз ғой, домикна хуторки Ақбереке деген сметана творог сататын компания ғой. Сөйтіп номерін сметана деп сақтап қойғам ғой. Сөйтсем япшамайтына телефонда Т9 бар, осы Светлана деп сақтап қойған ғой телефонға. Мен оны білмеймін. Сонымен жаңа қарызға сметана алғанында қарызға жазып кеткенмін да, сөйтіп менде Каспий блокта ғой. Сөйтіп қатындыкімен аударам, қатын кесінка қатындыкімен аударам деп кеткенмін ғой. Сонымен жаңа газелден зат түсіріп атып, телефонды қатынға бергенмін ғой, ұстай тұр деп. Сөйтіп сырттан коробканы алып қайтып кірсем, қатын тұр, түрі бүйтіп адам жейін деп тұр ғой. Кім мынау Светлана деген дейді. Ойбай білмеймін дедім. Сөйтіп не мынау деп маған телефонды көрсетіп тұр ғой. Сөйтіп сообщениені оқысам, әйеліңіз қасыңызда ма деп жазып қойып тұрған ау. Сөйтіп суретін қарасам, Сметанадағы қыздың суреті ғой. Кейін ау тупой деп жатыр ем, жарқ ете қалды ғой бірдеңе. Сынсын қатынаға. Сметана Қаймақова, Анатолий Творогов, ПТК арнасы.